Армысыздар, қадірменді көрермен қауым. Сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз корпорацияның несие серіктестерімен жұмыс істеу тәртібі туралы әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Осы тақырып төңірегінде ой бөлісетін қонақтарымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Айдын Досқараев мырза, және Целиноградская несиелік серіктестігінің төрағасы Сағадат Қайыржанұлы. Қош келдіңіздер. Енді Айдын Еділханұлы, ең алғаш сауалды сізге қойсам, осы ең алдымен ел фермерлерін жеңілдетілген қаржымен қамтамасыз етуде несие серіктестіктері қандай рөл атқарып отыр? Жалпы аграрлық несие корпорациясының несие серіктестерімен жұмыс істеу тәртібі қандай? Содан бастасақ әңгімені. Енді несиелік серіктестіктер жөнінде айтатын болсақ, бүкіл дүниелік тәжірибені зерттей келе құрылған институт. Бұның маңызы өте зор және болашақта жаңағы атқаратын рөл өте зор. Бұл институт 2001 жылы құрылып, басынан бастап аграрлық несиелік корпорация осы институтқа қолдау көрсетіп, бүгінгі күнге шейін қолдап келе жатыр. Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығын несиелеумен айналысатын 209 несиелік серіктестік бар. Біз олардың барлығымен жұмыс істеп келе жатырмыз. Әрине арасында жаңағы халы мүшкілдеу серіктестіктер бар. Бірақ негізінен басым көпшілігін біз қаржыландырып, жаңағы көмек көрсетіп, әртүрлі жаңағы кеңес беріп, жұмысын жаңағы енді жеткілікті жақсы деңгейде жүргізіп келе жатырмыз. Біз енді бұл несиелік серіктестікпен еншілес кәсіпорындар болып табылмаймыз. Біз тек мына жалпылама қаржыландыру көзіміз. Енді негізінен мына қазіргі несиелік серіктестіктердің қоғамдағы рөлі туралы айтып кететін болсақ, бұл бірден бір заманауи құрал. Басты мақсаты бұл мына ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерді жаңағы бір шағын алқапта жинап, ұйымдастырып, бір-бірімен жұмыс істейтіндей қылып, бір-біріне көмек көрсететіндей қылып, және де мына біріккен ұйымдасқан топқа қалай жеңілдетілген қаржы жеткізу мәселесін шешетін бірден бір құрал. Сондықтан да енді маңызы зор, атқарып отқан жаңағы рөлі өте зор. Бүгінгі күнде аграрлық несиелік корпорациясы мына қазіргі несиелік серіктестіктер институтының даму деңгейімен жаңағы жеткен деңгейіне өте разы. Сағадат Қайыржанұлы, енді сіз осы несие серіктестері саласындағы ең бір еліміздегі беделді жаңағы абыройлы қайраткер деп танимыз. Бұл ретте енді өзіңіз осы несие серіктестіктерін жұмысын жаңағы шаруаларды жеңілдетілген қаржымен қамтамасыз ету бағытындағы рөлін қалай бағалар едіңіз? Бұл енді өздеріңіз білесіздер, 90-шы жылдардағы қиындықтан кейін ауыл есепсіз қалды. Өздеріңіз білесіздер, ол кезде ақша жоқ, свет жоқ, пенсия жоқ, пособие жоқ. Бірақ ауыл бәріне де шыдады. Осының бәрін қарап отырып, үкімет 2001 жылы 137-ші қаулысымен аграрлық несие корпорациясын ашты. Ең біріншіден корпорацияның алдына қойған міндеттеме бұл ауылға икемді түрде қаржылай көмек қылу. Және осы аграрный кредитный корпорация несие серіктестігінің келешегіне ауқымды көмек қылу. Кезінде біз өзіміз жинадық, қорымызды
үкімет тарапынан аграрлық несие корпорациясы 35% бұл кісілер салды ақшасын. Сол ақшалар, сол үкімет берген ақша бізге көмек қылған қорға біз 2008 жылы түгелдей қайтарып бердік. Бүгінгі күнде несие серіктестіктері жекеменшік. Біздің қорда көк тиын ақша үкіметтен жоқ. Сондықтан біз өзіміз 2004 жылы ашылдық. Міне Құдайға шүкір, биыл 20 жыл. Бар айтады ғой, осы ауыл шаруашылығы өте қиын, орысша айтқанда рискованный деп. Ауылмен жұмыс істесең, ауылдың барлық мұң-мұқтажын біліп отырсаң, ешқандай қиындығы жоқ. Кілтін таба білу керек дейсіз ғой мәселенің. Міне 20 жыл жұмыс істеп келе жатырмыз. Бірде-бір мезгілінде қайтарылмаған несие менде жоқ. 100% жыл сайын. Айдын Ерханұлы жақсы есепті дейсіздер ғой. Оның бәрі еңбектің арқасы. Менің әлгі общий трудовой стажым ауыл шаруашылығымен айналысқаныма 47 жыл. Кезінде 2004 жылы 99 миллион ақша берген несие. Бүгін 10 миллиард беріп отыр. Оның бәрі қайтып отыр. Бұл ауылға деген үлкен көмек. Бірақ дегенмен де ауылға әлі де көмектесетін нәрселер көп. Өйткені енді біздің ауа райын өздеріңіз білесіздер. Мұны орталық Қазақстан, солтүстік Қазақстан бізде оңай емес ауыл шаруашылығы. Егін болсын, мал шаруашылығы болсын, бәрі оңай түспейді. Айдын Еділханұлы, енді осы несие серіктестеріне қойылатын шарттар, талаптар туралы айта отырсаңыз. Енді жалпылама айтқанда, мына несиелік серіктестігі деген бұл ауыл шаруашылығымен, со ауылдық жерде кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлердің заңды түрде ұйымдастырылған ұжымы. Қазіргі күндегі талап бойынша бұл мүшелердің саны несиелік серіктестікке кіретін 20-дан кем болмау керек. Және де жарғылық қоры 50 миллион теңгеден аз болмау керек. Ол ортақ қаржы ғой, иә? Ортақ қор, жаңағы енді капитал деп айтамыз. Және де енді біздің жаңағы одан да басқа қойылатын жаңа талаптары бар. Бұл жаңағы басқарма мүшелері, жаңағы ішкі процестер, мына штат, қандай адамдар жұмыс істеу керек. Содан кейін жаңағы өзінің ережелері бар. Қандай мөлшерде несиелеуге болады, қандай жаңағы қаржылық көрсеткіштері болу керек. Жаңағы 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін қандай жаңағы деңгейге жету керек, сондай талаптары бар. Негізі несиелік серіктестікті құру енді қағаз жүзінде қиын емес. Ең қиыны бұл мына ортақтасып бірге жаңағы жұмыс істеп, бірге жауапты болып, мына қорға, жаңағы жарғылық капиталға, аграрлық несиелік корпорациясынан алынған несиеге ортақ жауап беру ең қиыны сол. Сондай кәсіпкерлерді табу. Негізінен бұнда жаңағы бір-біріне сенетін, бір-бірін қолдайтын, бір-бірін жақсы білетін, сондай жаңағы орташа деңгейде немесе орташа деңгейден жоғары кәсіпкерлердің жаңағы жиналғаны дұрыс. Өйткені жаңағы енді орысша айтқанда солидарная ответственность деген бар, қазақша жаңағы ортақ жауапкершілік. Егер де мына несиелік серіктестіктің қайбір мүшесі уақытылы қарызын өтемесе, оның қарызы басқа мүшелердің атынан жабылу керек. Негізгі талап сол.
Және де бұл жаңағы енді несиелік серіктестікке мүше болып кіру үшін міндетті түрде тек ауыл шаруашылығымен айналысу міндетті емес. Бұл басқа да бизнес түрлері болу керек, бірақ сол ауданда, сол жаңағы географиялық алқапта болу керек. Бүгінгі күнде беріліп отырған қаржы 400 миллиардтан асты. Ол 24 мың жаңағы мына ауылдық алқаптағы ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерді біріктіріп отыр. Енді біздің ойымызша, әрине үлкен агрохолдингтер бар. Олар бөлек енді. Мына 24 мың кәсіпкер несиелік серіктестікке кіретін, біздің ойымызша бұл ең алдыңғы қатарлы кәсіпкерлер. Ең алдыңғы қатарлы жаңағы егін егумен, мал шаруашылығымен, құс шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер. Және де енді мына кейбір жаңағы аудандарға барғанда жаңағы шаруалармен әңгімелесіп жатырмыз. Әсіресе мына оңтүстікте, мысалы бір ауданда, мысалы о жерде 300 мың адам тұруы мүмкін. Және де біз оларға айтып жатырмыз, егер бір-бірлеп жаңағы жеткілікті сомада қаражат тарта алмасаңыздар, осындай несиелік серіктестікке бірігіңіз. Жаңағы бір ауылдан немесе бір ауылданнан ауыл шаруашылығымен айналысатын, кәсіпкерлікпен айналысатын жаңағы кәсіпкерлерді табу енді онша қиын емес. Басты енді мақсат, басты міндет бұл таза жұмыс істеу, жемісті жұмыс істеу және кәсіпкерлердің бір-бірін қолдап отыруы. Өйткені мына бізде Ақмола облысында, Солтүстік Қазақстан облысында, Павлодар облысында жағдайлар болды. Жаңағы кәсіпкерлер, кейбір кәсіпкерлер бір әртүрлі себептермен қиындыққа ұшырап, несиелерін төлей алмады. Сол кезде ана қасындағы басқа серіктері, жаңағы несиелік серіктестіктің мүшелері, олар жиналып соның атынан жаңағы несиесін жауаба қойды. Бізге үкіметке, Бәйтерек қорына, холдингіне, аграрлық несиелік корпорациясына жаңағы тәуекелдің жеткілікті деңгейде жабылып тұрған дұрыс. Және де мына несиелік серіктестіктердің жаңағы ең бірден бір күшті жағы бұл мына ортақ жауапкершілік. Егер де кәсіпкерлер бір-бірін танып, бір-біріне сеніп, бір-бірін қолдап отырса, бұлар әрдайым кез келген жаңағы қиындықтарға төтеп беріп, бір-бірінің қарызын жауып, кейін жаңағы енді жағдай жөнделгенде қарызын қайтарып, сөйтіп жұмыс істеп отырады. Ал аграрлық несиелік корпорациясының міндеттемесі уақытылы жаңағы көктемгі егіс жұмыстары бар, күзгі жаңағы жинау жұмыстары бар, мал шаруашылығы бар, құс шаруашылығы бар, мына өңдеу жаңағы өнеркәсібі бар. Соған дер кезінде уақытылы, қолайлы шартпен ақшамен қамтамасыз етіп отыру. Оған біз дайынбыз. Түсінікті. Бұл бағытта енді 20 адамнан гөрі бір заңды тұлғамен жұмыс істеген әлдеқайда жеңілірек дейсіз ғой, иә? Бұл тек қана ода емес, енді сіз жаңа бағана айтылғандай, бұл дүниежүзілік тәжірибе. Бізде, мысалы, Қазақстан Республикасын алсақ, өте үлкен ірі банктер бар. Және де өте ұсақ микроқаржылық ұйымдар бар. Банктер тек өте жақсы кәсіпкерлермен жұмыс істегісі келеді, ал мына ұсақ микроқаржылық ұйымдар бұлар барлығымен жұмыс істейді, бірақ бұлар өте жоғары пайызбен жаңа несие береді. Арасында, ортасында со жаңағы мына ауданның, облыстың жаңағы ауылдық жердегі кәсіпкерлікпен айналып жүрген кәсіпкерлердің енді жағдайын түсінетін, ұғатын орташа бір институт болмады. Сондықтан да мына несиелік серіктестіктер сондай институт болып табылады. Бұлар әлі мына үлкен банк емес, бірақ мына ұсақ несие беретін, үлкен пайызбен жаңағы несиелендіретін микроқаржылық ұйымдар да емес. Бұл жаңағы сондай жаңа бір енді гибридтік формада аралық институт болып табылады. Және де бұл өте алдыңғы қатарлы тәжірибе. Өйткені жаңа біз мына
көп елдердің тәжірибесін қарап отырмыз. Америка құрама штаттары, Канада, Батыс Европа, мысалы Германия, Франция, Оңтүстік Америка, мысалы Бразилияның жаңа тәжірибесі, мына Үндістанның тәжірибесі, қай жерде қандай шешімдер бар, біз соны қарап отырмыз да, және соның қолайлы шешімдерін сол мына 90-шы жылдардың соңынан бері Қазақстан Республикасына енгізіп келе жатырмыз. Сағдат Қайыржанұлы, енді жайдан айтып жатырмыз ғой, ортақ жауапкершілік деп. Осы жағы сіздерге қандай да бір қолайсыздық тудырмай ма? Мәселен, енді 20 адам жақсы, 20-ның 19-ы жақсы жұмыс істеп, біреу кері тартып тұрса, былайша айтқанда енді көңіліңізге келетін жайт қой. Қазақта мақал бар. Ақшаны қолмен бересің дейді, аяқпен іздейсің дейді. Сондықтан ондай болмау үшін біздің ұжымда біз өзіміздің коллективімізде жаңағы құрылтайшылармен тығыз жұмыс істейміз. Мысалға, егін шаруашылығын алатын болсақ, өйткені бүгінгі күнде көп фермерлік хозяйстволар бұрын мұғалім болып істеген крестьянин, тракторист крестьянин бүгін, бұрынғы врач крестьянин, бәрі ауыл шаруашылығының кейбір міндеттемелерін дұрыстап білмейді. Сондықтан бидайды сеуден бастап біз бәрін бақылап отырамыз. Ең бірінші қандай тұқым алдым? Сен жақсы тұқым алып, ертең жақсы егін тапсаң, ақшаңды уақытында қайтарасың. Ал енді көршіден ат-қот алып сепсең, ертең ол саған да жаман, маған да жаман. Сондықтан жаңағы айтып отырмыз ғой, солидарный ответственность, міне 20 жыл болды. Ең бірінші осы менімше біздің елде ең бірінші мен кіргізгем 2004 жылы қол қойғызып. Содан бері осы әлгі біздің уақытында қайтарып отқан несиеміздің бәрі осының арқасы. Несие серіктестігінің бір айырмашылығы мынау екінші недегі банктерге қарағанда, жаңа Әлекеңді айтып кетті ғой, бізде көбіне ұсақ ауыл шаруашылығының ұжымдары, үлкендері де бар. Біз солардың соңында жүреміз. Қалай сеуіп атсың, қанша сеуіп атсың, қашан бітіресің. Мысалға, біздің ұжымда бір құрылтайшы техникасы сынып қалып үлгермей жатса, біз көршісін алып көмектесеміз. Егін науқан уақытында да солай. Комбайның сынып қалды ма, не болмаса ерте бітірдің ба, екіншінің, үшіншінің шамасы жетпей жатыр. Біз сол комбайндарды жаңа кісіге көмектескіземіз. Өйткені біз ортақ болғаннан кейін бірімізге біріміз көмек қыламыз. Жұмысты дұрыс істейтін ауылдарға барып, солана біздің құрылтайшылығын басқаларын алып кеп, сол жерде оқытамыз. Міне, мынау Қасымхан міне бүгін былай істеп жатыр, мынаны былай сеуіп жатыр, малды былай асырап жатыр. Соның бәрін көрсетеміз. Сондықтан жұмыс соң арқасында алға басады. Бұл енді мысалға аграрлық несие корпорациясының істеген жұмыстары үлкен емес, маңызды. Егер кезінде осы аграрлық несие корпорация құрылмаса, бүгін ауылдың халы не болар еді? Өйткені банктер ауылға бармайды. Кепілдікке беретін олардың жақсы үй, не болмаса үлкен бір қорасы жоқ. Сондықтан міне бүгінгі күнде олардың қол жетімді болып отқаны біздің арқамызда. Бүгінгі күнде залогтың коэффициентін алсақ, аграрлық несие корпорациясы мен екінші банкты салыстыруға болмайды. Өйткені жеңілдетілген.
барлық жағынан да міне бүгінгі күні қай жерде бар? 5-6 пайызға егін салуға, егін алуға беріп отқан. Міне соның арқасында жақсы жұмыс істейтін жігіттер соны осы корпорацияның политикасын қолдап отыр бүгінгі күнде. Бүгінгі күнде жаңа Декең айтып кетті ғой, осылай бара берсек ертең екінші деңгейлі банк болуға біз дайынбыз ауыл шаруашылығына. Сондықтан жаңа айтылды ғой, бүгінгі күнде барлық аудандарда несие серіктестері бар. Ел бойынша. Барлық. Өйткені ауылды жерде алысқа барылмайды. Және ең бір жақсысы, әрбір аудан біз өзіміздің құрылтайшыларымыздың барлық жағдайын білеміз. Кімнің қалай жұмыс істейтіні, кімнің қандай қабілеті бар. Соның арқасында әлгі көшеден келген адамды біз алмаймыз. Біз құрылтайшыққа алу үшін оның бәрін өзіміздің жиналыс қабылдайды. Мен қабылдамаймын. Одан қалды. Бір адамның билігі жүрмейді. Ақша беру. Кредитный комитет деген бар. Бізде мысалға біздің кредитный комитетте 3 құрылтайшы бар. Солар не айтады? Солай болады. Өйткені оған жаңғыз мен емес, жаңа құрылтайшылар да жауапты болады. Сондықтан оның бәрі ашық, ешқандай әлгі кілемнің астында әңгіме жоқ. Осының арқасында біріне бірі сенеді, біріне бірі көмек қылады. Әлгі жұмырдықты жұмсақ қалай? Со сияқты. Бұл несие серіктестігінің келешегі өте мол. Жаңа айтып отырмыз ғой, бүгінгі күнде біздің алатын қаржы тек қана осы аграрлық несие корпорациясы арқылы өтеді. Бірақ біз отырмаймыз. Бүгінгі күнде орталық несие серіктестігін аштық. Апексный фонд алламандық берсе, осы 25-ші жылы сол апексный фонд арқылы тағы да ақшаламызды деген ойымыз бар. Сондықтан жаңғыз аграрлық несие қарап отыру бізге де ыңғайсыз. Өйткені қазақ айтады ғой, өзімізде бір тіршілік қылу керек. Иә, дұрыс айтасыз. Көмек қылу керек. Айдын Еділханұлы, енді Сағадат Қайыржанұлы айтып жатыр. Басқа да көздерден қаржы тарту мәселесін қарастырып отырмыз деп. Оған ешқандай тыйым салмаған ғой? Жоқ, оған ешқандай тыйым жоқ. Әрине жаңағы өзінің заңды процедуралары бар. Бірақ жалпылама алғанда бұл өте дұрыс бағыт, оң бағыт. Неге? Мына бастапқыда мемлекет аграрлық несие корпорациясы арқылы осы институттың пайда болуына, өсуіне, дамуына қолдау көрсетті де, әлі де көрсетіп отыр. Бірақ енді мына батыс Германия, жаңағы Америка құрама штаттарын қарайтын болсақ, негізгі қаржы көзі ол мемлекет болып табылмайды ол жердегі жаңағы несиелік серіктестіктерге. Мемлекеттік көмек ол тек жаңағы қосалқы бір көп емес пайыз. Негізгі жаңағы қаржы көзі бұл мына жаңағы қор биржасы, жеке инвесторлар, тағы да бір қаржылық институттар, халықаралық қаржы институттары сондай болып табылады. Және де енді мына тарихи масштабпен есептейтін болсақ, біздің мемлекетіміз енді 30 жылдан енді асты, жас мемлекет болып табылады. Және де бүгінгі күнге шейін мына несиелік серіктестіктер институтын жаңағы мемлекет қолдап қаржы беріп, жаңағы әртүрлі басқа да консультация қолдау көрсетіп жатқаны ол өте дұрыс, оң, орынды. Енді ертеңгі күні біздің жаңағы енді жоспарымыз қандай? Жоспарымыз мына мемлекеттік көмектен несиелік серіктестіктерді ақырын жаңағы азайтып мемлекет көмегін мына
нарықтан мына қор биржасы арқылы, басқа да инвесторлар арқылы, басқа да қаржы көздері арқылы мемлекеттік көмектен тәуелсіз қылу. Бұл да бір күндік, бір жылдық, жаңағы 5 жылдық процесс емес. Бұл да жаңағы бір 20, 30, 40 жыл талап етуі мүмкін. Бірақ енді біз әрине қазіргі европалық жаңағы несиелік серіктестіктерді қазақстандық несиелік серіктестіктермен салыстырғанымыз дұрыс болмайды. Өйткені олардың капитализміне жаңағы 500 жыл, 200 жыл, 300 жыл біз жас мемлекетпіз. Сондықтан да бұл жерде де қатты жаңағы бұрылыс жасап, қатты асығыстық жасау дұрыс емес. Ақырын бір қадамнан қозғалып, бұл жұмысты жүргізу керек міндетті түрде. Жалпы енді осы несие серіктестіктеріне қаржыны беруде қандай механизмді қолданып отырсыздар? Соған негізгі тұстарын айтып кетсеңіздер. Енді механизм болғанда бұл жаңағы енді аса қиын емес. Жалпылама айтатын болсақ, несиелік серіктестікке жаңа қаржылық көрсеткіштеріне қарап несиелік желі ашылады заңды түрде. Жаңағы несиелік желі мысалы 10 жылға, 20 жылға, 25 жылға ашылуы мүмкін. Жаңағы енді ол несиелік серіктестікке, оның тарихына, жаңағы құрылған уақытына байланысты, жаңағы алдына қойған мақсаттарына, жоспарына байланысты, және де сол алқапқа байланысты, жаңағы ол алқапта жаңағы экономикалық жағдай қандай, соған байланысты. Және де несиелік желі ашқаннан кейін әртүрлі жаңағы біздің бағдарламалар бар. Мысалы жаңағы кең дала бағдарламасы, агробизнес бағдарламасы, бұрында жаңағы сыбаға деген бағдарлама болды. Онымен қоса жаңағы іскер деген бағдарлама болды. Сол бағдарламамен жаңағы несиелік серіктестіктің қажеттілігіне қарай, оның мүшелеріне қарай, жаңағы қаржылық көрсеткіштеріне қарай қаржыландыру беріліп отырады. Және де оның өзінің жаңағы әр берілген қаржы бойынша несиені қайтару кестесі бар. Сол несиені қайтару кестесімен несиелік серіктестік аграрлық несиелік корпорациясына несиені қайтарады. Өз кезегінде мына мүшелері несиелік серіктестікпен есептесіп отырады. Және де арасында шағын бір жаңағы өздерінің пайызы бар. Жаңағы несиелік серіктестіктің жаңағы қызметіне, жаңағы операциондық жаңағы әртүрлі шығындарын жабуға арналған, және де табыс табуға арналған жаңағы сондай енді орысша айтқанда маржа дейді ғой. Сол өсімақысы бар. Сонымен несиелік серіктестік күн көреді. Сағдат Қайыржанұлы, енді бұл талаптар, бұл шарттар сіздер үшін қаншалықты қолайлы? Бәлкім бір ұсынысыңыз болар, өзіңіздің осы бір жетілдіру бағытына байланысты. Алдыңызда отыр маман. Бүгінгі күнде енді бағана айтып кеттім ғой, аграрлық несие корпорациясының ауылды көтеру, ауыл шаруашылығын көтеруінде еңбегі зор. Оны айту керек. Бүгінгі күнде біз несие серіктестері әлгі айтады ғой, коммерческий заинтересованность бізде жоқ. Өйткені ана 2001 жылғы үкіметтің жарлығында солай жазылған. Несие серіктестері ең бірінші ауыл шаруашылығына көмек қылу керек. Сондықтан біз аграрлық несие корпорациясынан мысалға айтайық, 2%-бен аламыз ба? Біз аграрлық несие корпорациясымен бірлесіп, мысалға ол кісілер айтады, 3%-дан артық қоспаңыздар. Біз соны ұстап отырмыз. Соның арқасында екіншіден ауыл шаруашылығы бұл өзі ақшаны уақытында беру керек. Мысалға егістікке май айында ақша керек жоқ. Ақша жылдың басында керек. Өйткені егістікке дайындық керек. Сауыт сайман алу, жанармай алу, енді барлығы бар ғой. Сондықтан міне сол жағынан біз ең бірінші көңіл аударатынымыз сол. Уақытында берген ақша, уақытында себілген егістік ертең өзінің үлесін қосады. Мал жағынан да солай. Жаңа декен айтып кетті, агробизнес. Аласың ба? Онда міне осындай міндеттемелер бар.
жаңғыз ғана мал алып қана қоймай, ертең соған міндетті болуың керек. Неге? 10 сиыр алсаң, сен сол 10 сиырдан кем дегенде 7 бұзау алуың керек. Ал енді 7 бұзау алмасаң, ондай бизнес болмайды. Сондықтан кейбіреулер енді ренжиді. Аграрлық несие корпорациясы кей кезде тым қатты кетіп қалады деп. Бағана айттым ғой, ақша жүрген жер пәле. Қатты болмаса, онда ертең түгімізде қалмайды. Ондай талап керек дейсіз. Ондай талап керек. Өйткені әрбір туған бала не болмаса, әрбір осы 20 миллион халықтың ішінде бәрі бизнесмен бола алмайды. Қолынан келетін ғана. Біз соларға ғана көмектесеміз. Ал енді басың жұмыс істемесе, қолың жұмыс істемесе, одан пайда жоқ. Түсінікті. Айдын Еділханұлы, енді ағамыздың ойын түсінген шығарсыз, ақшаны уақытында беру керек, біз жұмыс істейміз деп отыр. Енді осы бағыттағы жұмыстар сәтімен жүзеге ассын деп тілейік. Және осы бүгінгі әңгімемізге қатысқандарыңызға сіздерге зор алғысымызды білдіреміз. Қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашаладыңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.